Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соғысқа барар уақыттарында міндет түрде әйелдердің бірін ертіп шығатын болған жанында. Бұл жолы соғысқа Айша анамыз ертіп шыққан уақыт еді. Сөйтіп Айша анамыз ертіп шығып, бір жерге жеткен кезде әскер қонақтап, сол жерде түнде қонып, кейін жүріп кетеді. Бірақ сонда Айша анамыз дәретке шыққан, түзге отырған. Сөйтіп қайтып келсе, өзінің әпкесі сыйлаған мойнындағы алқасы жоқ екен. Соны қайтадан іздеп келуге кеткен уақытында жаңағы көш қозғалған ғой сонда. Сонда хаудаж дейді бұлар арабша. Мына түйелердің үстіне мына әйелдердің отыратын бар ғой, патшалардың әйелдерін отырғызады, және бұлар көтеріп жүреді, көтеріп алып барып жаңа қояды сондай. Бұны хаудаж дейді. Сондай хаудаждың ішінде көтерген кезде білінбеген. Ол өйткені жас болған ғой әлі. Ауыр да болмағаны білінбеген. Көтеріп салғанда алып жүріп өтіп кеткен. Сонда Айша анамыз айтады, қайтып келсем, көш жүріп кетті дейді. Бұл қалай болды? Сөйтеді де сол жерде күтіп отыр. Күтіп отырған уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әдеті әскер қозғалып кеткеннен кейін артынан бір адам, екі адамды міндетті түрде жіберетін болған. Барып сол жерді орынды бір тексеріп келу. Қалып кеткен ештеңе жоқ па? Бір зат болсын, басқа болсын, қалып кеткен нәрсе болса, соны жинастырып алып келетін адам жіберетін болған. Тағы бір адам жіберсе, келеді, қарасы Айша анамыз отыр екен. Бұл адамның аты Сафуан ибн Муаттал. Бұл адам келіп қарайды, Айша анамыз отыр екен. Көз ілініп кеткен, ағашқа сүйеніп ұйықтап отыр екен. Келеді де истиржа аятын оқиды. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Біз Алла тағаладан келдік, Алланың алдына қайтамыз деген аятты оқиды. Сонда Айша анамыз оянды да үсті басын дұрыстады дейді. Сонда түйесін кеп шөктірді дейді, үстіне мінеді, бір ауыз сөз сөйлеген жоқ сонда дейді. Бірақ алып келеді. Келіп әскерге алып келіп қайтадан қосқан уақытында көріп мұнафиқтар айтады, жаңа екі жүзділер. Мына екеуі не істемеді дейсің жолда? Мынау бұлай болды, мынау солай болды деп түрлі кәдімгі роман кітабын жазып тастайды ғой, ауызбен. Айтып тастаған уақытында. Түрлі нәрсені айтады, ол адамдардың арасына жайыла бастайды. Сонда кейін шынайы мұсылман болып жүрген адамның өзі не істеген оны көріп, осындай оқиға болды ма не деп сонда жаңағы айтып ашуланып ішінен. Пайғамбар әйелі болып осындай нәрсе қалай барады ол деп. Қаншама мұсылмандар субханаллах хаза бухтанун азим деп, мына үлкен жала ғой мынау деп жаңағы мойындамағандығы бар. Бірақ Айша анамыз сол неден келеді, Айша анамызға бұл нәрсе жетпейді, бірақ құлағына қараңыз. Естімейді. Бұл келеді де ауырып қалады, бір ай бойына ауырып жатады үйінде. Пайғамбарымыз не істерін білмейді. Ары жүреді, бір нәрсе айтайын десе, сөйтіп сахабилерді жинап пікірлерін сұрайды. Айша туралы не пікірдесіңдер дейді, қандай ой айтасыңдар? Бәрқайсысы бұл хайырлы әйел. Мұсылмандардың анасы, біз ол туралы жаман ойламаймыз дейді. Анадан, мынадан сұрайды, барлығынан пікір. Хазірет Алиді шақырады. Сұраған уақытында Хазірет Али айтады, үйтіп баста ұртқанша ажыраста басқасын аласыз істейді. Сонысын айтқан кезде Айша анамыз соны үшін жақтырмай қалған екен бұны. Осы сөз үшін де. Соны көреміз, еген ажыраста басқасын аласыз істейді оның орнына дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ештеңе демейді. Бірақ бір ай өткен кезде жазылып Айша анамыз жанында бір әйел кісімен сыртқа шығады. Умму Мистах деген әйел. Умму Мистах, Мистахтың анасы дейді. Умму Мистахпен бірге сыртқа шығады кешкі уақыттарда. Шығып бара жатқан кезде жаңағы жанындағы әйел кісі өзінің киімін өз аяғымен басып кетіп, шалынып қалады да, өйде баласы Мистахқа жаңағы лағнет айтады сол жерде. Сонда Айша анамыз айтады, сен не айтып тұрсың дейді, ол сенің балаң неге лағнет айтасың? Ол Бәдір соғысына қатысқан, Алла тағала күнәларын кешірген сондай адамдардан емес пе ол дейді. Мынау сен жараспайды ғой деген уақытта, сен білесің бе ол сен туралы не айтып жүрген дейді жаңа. Не деген кезде сені зина жасады деп айтып жатыр дейді ол. Сонда бар болған тиеді. Бұл қалай болған оқиға дейді, үйіне барып ата-анасынан сұрайды, ешқайсысы үндемейді. Сонда Айша анамыз айтады, валлахи дейді, сонда сендер менің айтқаныма сенбейсіңдер ма дейді, сендерге хабар келген, сол хабарды соншалықты сендер қабылдағандықтарың, мен тазамын деп айтсам, және Алла куәгер, мен тазамын дейді. Сендер мені мойындайтын түрлерің жоқ дейді. Ал егер мен сол күнәға араластым, былықтым сол күнәға деп айтатын болсам дейді, бірақ менің арым таза дейді. Бірақ сендер мен жоққа шығарайын деп тұрсыңдар дейді. Мен араластым десем, маған сеніп, жаңағы тазамын десем, сенбейтін халде тұрсыңдар дейді. Бұл қалай болған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне келеді. Бұл хабарды енді Айша анамыз да білгеннен кейін келіп айтады. Шахадата сөзін айтты дейді. Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулулла деп пайғамбарымыз шахадатын айтқаннан бері амма баъд дейді. Ал енді осыдан кейін я Айша дейді.
фаиннаху қад балағани анки каза ва каза. Сен жайлы маған мынандай әңгімелер жетті. Фаин кунти бариатан фасаюбриикиллаху. Егер сен шынымен бұдан аулақ таза болған болсаң, Алла Тағала сен ақтап алады бұл жайлы. Ва ин кунти алмамти бизамбин фастагфириллаху ва туби илейхи. Егер күнәға араласқан болсаң, Алладан кешірім сұрап тәубе ет. Фа иннал абда иза атарафа бизамбихи. Бір құл өзінің күнәсін мойындайтын болса, сумма таба илаллахи табаллаху алейхи. Сосын Алла Тағалаға тәубе ететін болса, Алла оның тәубесін қабыл етеді деген сөз айтады. Сонда Айша анамыз ата-анасына қарап айтады. Бір нәрсе десеңдерші дейді жаңа. Ешқайсысы ата-анасы Абу Бакр де, оның әйелі де не айтарын білмейді пайғамбарға қарсы. Енді қызымыз таза біздің деп айта алмайды, немесе күнәға араласты деп айта алмайды. Ештеңе демейді. Пайғамбардың алдында ешкім ақтай алмайды ғой. Үндемейді онда. Сонда Айша анамыз айтады. Валлахи дейді. Мен енді Юсуп пайғамбардың әкесі айтқан сөзден басқа еш нәрсеге арқа сүйе алмаймын болды дейді. Тек қана мен Алла Тағалаға шағымды айтам, фассабрун jamil, сабыр енді ең көркем нәрсе, валлахул мустаану аля ма тасифун. Сендердің мына сипаттап айтып жатқан нәрселеріңе Алладан ғана жәрдем сұраймын мен дейді. Бол сабыр етем ар жағынан деп күтеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артынан келеді да Айша анамыз айтады: "Я Айша, амаллаху фақад барааки." Алла Тағала сені тазартып алды дейді. Сені ақтап шықты дейді Алла Тағала. Таза екендігіңді Құран аяты келді деп. Сүйінші хабарын айтады. Сонда келген аяты инналлазина жау бил ифки усбату минкум деп басталатын аят келеді. Сендердің араларыңдағы жалған жаламен келген бір топ адам деп басталған аят. Сол жалған жаламен келген деп айтқан адам. Жала жапты деп Алла Тағала Құран кәрімде бұлардың әрқайсысына 80 дүре соғылсын және жер бетіне қуғын сүргінге ұшыратылсын. Фәла тақбалу лахум шахадатан абада дейді. Бұлардың куәгерліктерін ешқашан қабылдамаңдар деп аят келеді. Яғни бұларды өтірікші деп айтқан сөздері тек қана жала деп Құранның аяты келген. Сонда Айша анамыздың әке-шешесі Абу Бакр мен әйелі екеуі Айша анамызға айтады: "Пайғамбарға рахметіңді айт, алғысыңды айт, тұр орнынан" деген кезде, "Валлахи" дейді, "Мен пайғамбарға да басқаға да ешкімге тұрмаймын мен" дейді. "Мен тек қана Алла Тағалаға шүкір етемін, хамд салауатымды Алла Тағалаға ғана айтамын" дейді. Өйткені пайғамбар емес, мені ақтап алған Алла Тағала дейді. Сонда көреміз Мистах ибн Асаса ва Хасан ибн Сабит Хамнату бинти Жахш дейді. Осы үшке екі ер кісі бір әйел кісіге 80 дүреден соғылған сол кезде. Бұлар өйткені не істеді? Шынайы бұлар мұсылман адамдар негізі бұлар. 200-лер емес. Бірақ сол сөзді кім айтты деген уақытта мен айттым деп мойындаған сахабилер бұлар. Мен айттым рас, аузыма ондай сөз шықты деп мойындаған, соның үшін 80 дүре соғылған. Ал Абдулла ибн Убай бар, жаңағы 200-лердің басшысы бар, және сол сөзді қозғап осындай өсек аяң жаланы елдің арасына таратқан адамдарға еш нәрсе дүре соғылмаған. Олар мойындамай қойған. Қазір мына шынайы мұсылмандар мойындаған, оларға дүре соғылған еді. Бірақ бір нәрсені білуіміз керек. Алла Тағаланың хат жазасы деп атайды бұны. Бұны хат жазасы дүниеде берілген адамдарға ақыретте жаза жоқ, бірақ дүниеде құтылып кетеді. Сол қамшымен дүре соғылды, сонымен құтылды болды. Ал жаза берілмегендердің жазасы ақыретте Алла Тағалаға қалады.